Корей түбегі мен Манчжурия аренасында өзінің ерекше мәдениетін дамытқан Корей халқының шамамен 5000 жылдық тарихы бар. Бірақ кейінгі жаңаша тарихқа сәйкес 35 жылға созылған Жапонияның қатал отаршылдық империялық режимінің астында қалды. 1945 жылы ел азат етілгеннен кейін солтүстік және оңтүстік болып бөлінген соң 3 жылдық соғыс болды. Нәтижесінде Корея елі әлі күнге дейін екіге бөлінген. Адам төнгісіз қиыншылыққа тап болған Корея елі 1970 жылдары Хангандағы ғажайып деп аталатын қуатты экономикалық дамуды жүзеге асыра алды. Бүгінде әлем бойынша экономикалық даму жағынан 11-ші орында. Экономикада мұндай қуатты прогреске жету үшін басқа елдерге шамамен 100-200 жылдай қажет болды. Ал Корея 10 жыл ішінде үлкен секіріс жасап, бүкіл әлемге Корей халқына тән табандылық, еңбекқорлық пен шыдамдылықты көрсетті. Қазіргі уақытта оңтүстік Корея халқының саны 51 миллионға жуық, ал солтүстік Корея халқы 27 миллионға жуық адамды құрайды. 21 ғасыр өзара ынтымақтастыққа негізделген жаһандану, бейбіт өмір сүру және өркендеу ғасыры. Жаһандануда оның белгілі бір мәдениетіндегі жетістіктер ғана емес, сонымен қатар оның бүкіл әлемге таралуы маңызды. Корей халқы өзінің тарихы мен мәдениетін терең біліп, жалпы әлемдік дамуға үлес қосуда.